Қазақстанда заңсыз діни басқосуларға бұдан былай тыйым салыну мүмкін. Дін істері жөніндегі комитеттің төрағасы Ғалым Шойкиннің сөзінше, заң бойынша ағарту жұмыстары тек арнайы мекемелерде жүргізуге тиіс. Көбіне үгіттеу жұмыстары мешіттен тыс, пәтерлердегі жабық кездесулерде жүргізіледі. Қазір заңнаманың бөліктеріне өзгеріс енгізу жоспарланып отыр. Енді қандай да бір діни жиналыс өткізбес бұрын әкімдіктен рұқсат алу қажет. Яғни арнайы мекемелерден бөлек барлық жиналыстар үшін бұл міндетті. Тәжірибе бойынша протестанттық, христиандық ұйымдар осылай жасайды. Әкімдіктен рұқсат алып, жиналыс ұйымдастырады. Одан бөлек комитет төрағасы пәтерлердегі заңсыз жиналыстар жайлы әлі депутаттармен ақылдасып, адам құқығына қатысты халықаралық нормаларды ескеретінін атап өтті. Сондай-ақ экстремизммен айналысқандарды азаматтықтан айыру туралы үкіметке ұсыныс жіберілді. 2015 жылы Ресейде мемлекет сыртында терроризммен айналысқандарды азаматтықтан айыру туралы ұсыныс айтылған болатын. Дәл қазір осыған ұқсас заң Әзербайжанда талқылауға жіберілді.